Сәлеметсіздер ме? Бүгін 56-шы сабақ үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Сабақтың мақсаты үш таңбалы сандарға бөлуді үйренесің. Жазбаша бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырмада есепте жауаптарды өсу ретімен жазсаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің. Қазір 1, 2, 3, 4, 5 тапсырма берілген. Қазір соны түсіндіріп орындайтын боламыз. Одан кейін тарихи мұраларды, мәдени мұраларды қайда сақталатынын бірге анықтайтын боламыз. Е дыбысында 52.070-дің 12 көбейтіндісі. Білеміз, біз нөлді оң жаққа қалдырып, нөлге көңіл аудармай сандарды бірінші көбейтіп аламыз. 2, 7, 14, 4 тұсы бір ойда, 2, 0, 0, ойдағы 1 мен 1. 2, 2, 4, 5-ке 2, 10. Енді екінші қатар бір қадам жылжып, ондықтарға көбейтеміз. Ондыққа көбейткенде ондықтың астынан бастап жазамыз. 7-ге 1, 7, 1-ге 0, 0. 2-ге 1, 2, 5-ге 1, 5. Так, тексереміз. 14 бір ойда 1, 4, 10, 7, 0, 5207. Енді қосамыз. 4, 8, 4, 2, 6. 1 0-ді соңынан тіркейміз. 624.840-қа тең болды. Келесі 53.080-ді біз көбейтеміз 18-ге. 8-ге 8, 64, 6 ойда, 0 ойдағы 6 мен 6, 8-ге 24, 2 ойда, 5-ке 8, 40, ойдағы 2 менен 42. Бір қадым алға жылжып, 5308-ді жазамыз. 5308-ді. Яғни ондыққа көбейткен кезде ондықтың астынан басып жазамыз. Бір қадам жылжып, оны ұмыт кетпейміз. Қосамыз. 4, 14 бір ойда 5, 5, 4-ке 5, 9. 1 0-ді соңынан тіркейміз. 955.540-қа тең болды. Келесі 842.751-дің 27-ге бөліндісі. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз, ол 84. 84 8 ондық, 27-ні біз 3 ондық деп те алсақ та болады. Не болмаса 8 бөлінбейді 2-ге. 8 2-ге бөлінеді 4, бірақ біз 4-ке көбейте алмаймыз. Өйткені ойдағы санмен жетіп өткенде ол міндетті түрде асып кетеді екен. Демек біз нешке көбейтеміз? 3-ке көбейтеміз. 3-ке 7, 21, 2 ойда, 3-ке 2, 6, ойдағы 2 менен 8. Азайтамыз. 3, 2, 32, 32-ні 27-ге бөлеміз. Әрине 32 жақын 27 бөлінеді 27-ге. Ол үшін біз 1-ге көбейттік. 32-ден 27-ні аламыз 1, енді 7 саны түседі. Енді 7 саны түседі. 57 3-ке беретін болсақ, біз білеміз, ол 81 болады. Демек, біз не істейміз? 2-ге көбейтеміз. 27-ге 2, 54 болады. Азайтамыз. 3, келесін 5-ті түсіреміз. 1-ге көбейтеміз. 27, мына жаққа жазайын, так, 8 қалады. Және 1-ді түсіреміз. 27, 81 болу үшін, әрине біз оны нешке көбейтеміз? 3-ке көбейтеміз. Өйткені 3-ке 7, 21, 2 ойда, 3-ке 2, 6, ойдағы 2 менен 8, азайтамыз 0. Демек, 842.751-дің 27-ге бөліндісі 31.213-ке тең болады екен. Келесі 326-ның 23-ке бөліндісі. Көбейтіндісі 3-ке 6, 18, бір ойда, 3-ке 2, 6, ойдағы 1 мен 7, 3-ке 3, 9. Бір қадам жылжып, ондықтарды көбейтеміз. Ондыққа көбейтеміз. 2, 6, 12, бір ойда, 4, 5, 3-ке 2, 6. Енді 2 толымсыз көбейтіндіні не істейміз? Қосып шығады екенбіз. 8, 7-ге 2, 9, 9-ға 5, 14, бір ойда, 6, ойдағы 1 мен 7. 7498. Енді 4025-дің 23-ке бөліндісі. Бірінші толымсыз бөлінгіш 40. 1-ге көбейтеміз 23, азайтамыз 17, 2-ні түсіреміз. 17-ге жақын, 2-ге 16 бөлінеді. 16, ол үшін біз 8-ге көбейтсек, 24 ойдағы санменен біз 17-ден асып кетеді. Демек, біз 8-ге көбейте алмаймыз, 7-ге көбейтеміз. 3-ке 7, 21, 2 ойда, 14,
16. 2-ден 1, 1, 7-ден 6, ол да 1-ге тең. Енді 5-ке көбейтеміз. 11-ге жақын 2-ге 10 бөлінеді, біз ол үшін 5-ке көбейтеміз. 5-ке 3, 15, 1 ойда, 10, 11, азайтамыз 0-ді. 175-ке тең болды. Енді бізге тапсырмада неге? Өз суретімен жазсаң, жауаптарды мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің дейді. Өз суретімен дейді. Ең кішісі бұл жерде м дыбысы, 175. м. Одан кейін 31.955.624. Одан кейін у дыбысы екен, 7498 у дыбысы. Одан кейін әрине з 31213. Одан кейін 624840 Одан кейін ең соңынан и дыбысы 955540. Демек, мәдени мұралар қайда сақталады екен? Музейде сақталады екен. Енді келесі тапсырмада есіңе сақта, яғни 45156-ның 213-ке бөліндісін түсіндірілген 3 таңбалы санға бөлуді. Қазір енді ол ережені дайын тапсырманы қайтадан қайталамай, дәл осы ереже бойынша келесі түсіндіре отырып есептейтін боламыз екінші тапсырманы. 68.040-тан 216-ға бөліндісі. Бірінші қадам біз бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз. Енді бөліндіге цифрды таңдаймыз. Ол үшін мына жерде 200-дік, бұл жерде 600-дік. 600-дікті 200-дікке бөлсек, 3-ке көбейтеміз. Демек, 3-ке көбейтеміз. 3-ке 6, 48, 8 түсіп 4 ойда. 6-ға 3, 18, 8-ін жазып 1 ойда, 3-ке 1, 3, ойдағы 1 менен 4. 3-ке 2, 6. Тексереміз, 18 1 ойда, 3, 4, 6. Енді азайтамыз, 10-дан 8 азайтамыз. 2, 7-ден 4-ті азайтамыз. 10-дан 8, 2, 7-ден 4-ті азайтамыз. 3. Енді 4 саны түседі келесі. 1-ге көбейтеміз. 216. Демек, екінші толымсыз бөлінгішіміз 324. 216. 4-тен 6-ны азайтамаймыз. 14-тен 6-ны азайтамыз. 8. 1-ден 1-ді азайтамыз. 0. Енді 324. Так, 14-тен 6-ны азайтамыз. 8. 2-ден 1 қалды. 1-ден 1-ді азайтамыз. 0. 3-тен 2-ні азайтамыз. Қанша болады? 1 болады. Демек, 0-ді түсіреміз. Келесі толымсыз бөлінгіш 1080. Енді 200-дік, бұл жақта 10-жүздік. Демек, 10-жүздікті 200-дікке бөлетін болсақ, 5-ке көбейтеміз. 5-ке 6, 30, 3 ойда, 5-ке 1, 5 ойдағы 3 пен 8. 5-ке 2, 10, азайтамыз 0. Демек, 68.040-тың 216-ға бөлінісі 315-ке тең болады. Енді келесі де 59.392-ні 512-ге бөліндісі. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз, ол 593. Бірінші толымсыз бөлінгішіміз, ол бөлгішке не тең болу керек, не үлкен болу керек, кіші болуына болмайды. Демек, 1-ге көбейтеміз, 512. 3-тен 2-ні азайтамыз 1, 9-дан 1-ді азайтамыз 8. 9-ды түсіреміз, келесі толымсыз бөлінгіш, ол 819. 819-ның 512-ге бөліндісі. 500-дік, 800-дік. 8 5-ке бөлінбейді, 8-ге жақын 5 бөлінеді 5-ке. Демек, біз және 1-ге көбейтеді екенбіз. 512. 9-дан 2, 7, 1-ден 1, 0, 8-ден 5, 3. Енді 2-ні түсіреміз. 500-дік, 30-жүздік. 30-ды 5-ке бөлеміз, әрине ол 6-ға көбейтеміз. Болмаса таңдап алу әдісі бойынша 2-нің кестесінде 2 менен аяқталатын ол. 2 бар және 12 бар, 6-ға көбейтеміз ол үшін. 6-ға 2, 12, 1 ойда, 6-ға 1, 6, ойдағы 1 мен 7, 6-ға 5, 30, азайтамыз 0. 59.392-нің 512-ге бөліндісі 116-ға тең болады екен. Келесіде 46.305-тің 147-ге бөлінісі. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтаймыз, ол 463.
Енді қарап тұрсақ, 4-ке 4 жүздік, 1 жүздік. Енді 4 жүздікті 1-ге бөлетін болсақ 4. Бірақ 4-ке біз көбейте алмаймыз. Өйткені одан кейінгі ондығымыз бар, жүздігіміз бар көбейткен кезде ол 4-тен 4 жүздіктен асып кетеді. Демек 4 асып кететін болса, біз көбейтеміз 3-ке. 3-ке 7 21, 1 түсіп 2 ойда. 3-ке 4 12, ойдағы 2 мен 14, 1 ойда. 3, ойдағы 1 менен 4. Азайтамыз 3-тен 1. 2, 6-дан 4 азайтамыз 2. Енді 0-ді түсіреміз. Әрине 1-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтетін болсақ, әрине ол 220-дан үлкен сан шығады. 147. Ондан 7-ні азайтамыз 3. 1 қалады. 11-ден 4 азайтсақ 7. Енді 5-ті түсіреміз. Таңдап алу әдісін қолданамыз. 7-нің кестесінде 5-пен аяқталатын сан, ол тек 35. Демек біз 5-ке көбейтеді екенбіз. 5-ке 7, 35, 5 түсіп 3 ойда. 5-ке 4, 20, ойдағы 3 пен 23. 3-і түсіп 2 ойда. 5, ойдағы 2 менен 7. Азайтамыз 0. 46.305-тің 147-ге бөліндісі 315-ге тең болады екен. Есептеп дұрыстығын тексеріп, тура теңсіздіктер құр дейді. Енді біздегі бүгінгі сабақтың тақырыптың өзі де 3 таңбалы сандарға бөлуді үйренесің. Яғни сабақтың мақсаты да сол болғандықтан біз бөлу амалына көбірек көңіл бөлуіміз керек, яғни оқушылар жақсы дағдылану керек. Демек, мысал 3-те 79.496, 79.496-ның 152-ге бөліндісі. 113.122-ның 347-ге бөліндісі. 264.410-ның 386-ға бөліндісін орындайтын боламыз баған түрінде. Біз ереже бойынша білеміз. Бірінші біз бірінші толымсыз бөлінгішті анықтап аламыз. Демек, бұл жерде 794. 700-дік, бұл жақта 100-дік. 7-ні 1-ге бөлсек 7 болады, бірақ ондықтарға, жүздіктерге, бірақ біз бірлікке, ондыққа көбейтіп жүргенде, демек 794-тен асып кетеді. Біз не істейміз? Сол үшін 5-ке көбейтеміз. 5-ке 2, 10, 1 ойда. 5-ке 5, 25, ойдағы 1 мен 26, 2 ойда. 5, ойдағы 2 менен 7. 4-тен 0-ді аламыз 4, 9-дан 6-ны азайтамыз 3. Енді 9 саны түседі. Енді 2-ге көбейтеміз. 2-ке 2, 4, 2-ке 5, 10, 1 ойда. 2, ойдағы 1 менен 3. 9-дан 4-ті азайтамыз 5, 4. Енді 6-ны түсіреміз. Енді таңдап алу әдісін қолданаламыз. 2-нің кестесінде 6 менен аяқталатын ол 6 бар және 16 бар. 16 болсын 8-ге өтуіміз керек. Онда біздің жүздігіміз 400, бұл 800 болып кетеді. Демек, біз 3-ке көбейтеміз. 3-ке 2, 6, 3-ке 5, 15, 1 ойда. 3, ойдағы 1 менен 4. Азайтамыз 0. Демек, мәні 523-ге тең екен. Келесі 113.122-ның 347-ге бөліндісін табатын боламыз. Демек, бірінші, бізден анықтаймыз, бірінші толымсыз бөлінгіш, ол 1131. 113 бола алмайды, өйткені ол 347-ден кіші. Демек, біздің бірінші толымсыз бөлінгішіміз 1131-ге тең екен. 11 жүздік, бұл жақта 300-дік. 11-ге жақын 3-ке 9 бөлінеді. Демек, біз 3-ке көбейтеміз. 3-ке 7, 21, 2 ойда. 3-ке 4, 12, ойдағы 2 мен 14, 1 ойда. 3-ке 3, 9, ойдағы 1 менен 10. 1-ден 1-ді азайтамыз 0. 3-тен 4 азайта алмаймыз. 1 ондығын аламыз. 13-тен 4-ті азайтамыз 9. 0 қалады. Демек, 2. Біз 3-ке көбейткенде 1041 шықты, жаңа білеміз. Демек, ол 902-ден үлкен сан шығатын болғандықтан біз 2-ге көбейтеміз. 2-ке 7, 14, 1 ойда. 8, ойдағы 1 менен 9.
3-ке 2, 6. Тексереміз. 14 бір ойда 8, 9, 6. 12-ден 4 азайтамыз 8. 9 қалды, 9-дан 0, 8-ден 6, 3. 308, енді 2 санын түсіреміз. Енді 3082-нің 347-ге бөліндісі таңдап алу әдісін қолданамыз. 7-нің кестесінде 2 менен ақталатын 42 бар, 42 1100 113 мың 122 347-ге 3-ке бөлдік 21 2 ойда, 12 14 бір ойда, 9 10 0, 13-тен 4 азайтамыз 9 0, енді 2 түседі, және 2 түседі. 2 94 694, 12-ден 4 азайтамыз 8, 9, мына жерден қате кеткен екен ғой. 8-ден 6 азайтамыз. Бұл жерде 9 емес 8 қалады, өйткені бір ондығын алдық қой. 8-ден 6 азайтамыз 2. Бәсе, қай жерден қате кетіп қалдым деп отырмын. 7-нің кестесінде 2 мен аяқталатын сал 42. Біз ол үшін істейміз, 6-ға көбейтеміз. 6-ға 7 42 4 ойда, 6-ға 4 24, ойдағы 4 пен 28 2 ойда. 3-ке 6 18, ойдағы 2 менен 20 азайтамыз 0-ді. 264.410-ның 386-ға бөліндісі бірінші томсы бөлінгішті анықтаймыз. Ол 2644. Енді 300-дік, ал бұл жерде 26 жүздік. 26-ға жақын 3-ке 24 бөлінеді. 24 бол үшін 8-ге көбейтеміз. Бірақ біз бірлігіміз ондығымызға көбейтіп жүргенде ол жүзігіміз 26-дан асып кетеді. Үлкен сан шығып кетеді. Демек біз 8-ге емес 7-ге көбейте алатын шығармыз. Қазір көреміз. 7-ге 6 42 4 ойда, 8-ге 7 56, 8-ге 7 56, ойдағы 4 пенен 6 басын 0 түседі, 6 ойда. 3-ге 7 21, 6 менен 27 болады екен. Так, 6 болатын болса 21, 27 болады. Демек 6-ға көбейтеді екенбіз, 7 үлкен сан шығады екен. 6-ға 6 36 3 ойда, 6-ға 8 48, ойдағы 3 пен 51, 1 түсіп 5 ойда, 3-ге 6 18, ойдағы 5 пенен 21. Тексереміз. 36 3 ойда, 48 51, 5 ойда, 18 5 ойда, 18, ойдағы 5 пенен 23 6 саны болады. 14-тен 6-ны азайтамыз. Кішкене боялып кетті. 14-тен 6-ны азайтамыз 8, 3 қалады, 3-тен 1-ді азайтамыз 2, 6-дан 3-ті азайтамыз 3. Енді 1 саны түседі, 3281. Бұл жақта 32 жүздік, мына жақта 300-дік. Бірақ біз ең үлкені 9-дан бері аламыз. 27, 8, 9 асады, үлкен сан шығып кетеді екен. Демек 8-ге көбейтеміз. 8-ге 6 48 4 ойда, 8-ге 8 64, ойдағы 4 пенен 68 8 түсіп 6 ойда. 8-ге 3 24, ойдағы 6 менен 30 азайтамыз. 11-ден 8 азайтамыз 3, 7-ден 8 азайта алмаймыз, 17-ден 8 азайтамыз 9, 1. Енді 0-ді түсіреміз. Енді таңдап алу әдісін қолданамыз. 6-ның кестесінде 0 мен аяқталатын сан ол 30. Демек біз 5-ке көбейтеміз. Не болмаса 19 жүздік, бұл жақта 300-дік. 19-ға жақын 3-ке 18 бөлінеді, бірақ бірлік ондыққа көбейткенде ол үлкен сан шығады. Демек біз 5-ке көбейтеміз. 5-ке 6 30 0 түсіп 3 ойда, 5-ке 8 40, ойдағы 3 пен 43 4 ойда, 15, 5-ке 3, ойдағы 4 пенен 19 азайтамыз 0. Бізге дұрыстығын тексер деп тұр. Дұрыстығын тексер, тура тексер құр дейді. Дұрыстығын тексер дейді, біз біреуіне дұрыстығын тексерегі 685-ің 386-ға көбейтінсін. 685 көбейтеміз 3, 685-ің 386-ға көбейтіндісін. Бірінші бірлікке көбейтеміз. 5-ке 6 33 ойда, 48 51 5 ойда, 36 41.
бір қадам жылжып ондықтан астан бастап жазамыз. 8-ге 5 44 ойда, 64 68 6 ойда, 48 54. бір қадам жылжып 100-ге көбейтіп жүздіктің астынан бастап жазамыз. 3-ге 5 15 бір ойда, 24 25 2 ойда, 18 20. 0 1 8-ге 5 8-ге 1 9 9-ға 5 14 бір ойда, 8 13 ойдағы 1 менен 14 бір ойда, 5 ойдағы 1 менен 6 2 264 мың 410 264 мың 410 шықты. Тек біреуінің ғана дұрыстығын тексердім. Енді тура теңсіздіктер құр дейді. Тура теңсіздіктер құр дегеніміз есептеп дұрыстығын тексер дейді. Енді мәндерінен тура теңсіздіктер құрайғы. 523 үлкен 326-дан. Не болмаса 685 үлкен 523-тен. Не болмаса 326 кіші 685-тен. Тура теңсіздіктер құр деді. Осылай тура теңсіздіктер құруымызға болады екен. Енді келесіде есеп 4. Есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар дейді. Туристік бағдардың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Енді сұрақпен толықтыруымыз керек, өйткені қазір тек мәтін болып тұр. Сұрақ болмағандықтан ол есеп бола алмайды. Есепке айналдыруымыз үшін біз есепті сұрақпенен толықтыруымыз керек мәтінді. Қандай сұрақ қоюға болады? Мысалы, туристік бағдардың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Енді барлығы 480 км ғой. Енді біз қалай сұрақ қоя аламыз? Жүрілмеген қанша жол қалды деуімізге болады. Жүрілмеген қашықтықты сұрауымызға болады. Ол үшін қысқаша жазбаны қалай жазсақ болады? Туристік бағдардың ұзындығы 480 км. Оны бастапқы қашықтық SO деп белгілейміз, оны білеміз. Бастапқы қашықтық 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. 85 км жылдамдықпен дейді. Демек, жылдамдығы сағатына 85 км. Демек, жылдамдық 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді дейді. 2 сағатқа тең. Жүрілмеген қанша жол қалды деп сұрайтын болсақ, қашықтықты табу керек. Демек, біз қалай жасаймыз? SO барлық қашықтық, яғни бастапқы қашықтық, біз азайтамыз. Жүріп өтілген жолды 2 сағатта жүріп өтілген жол, яғни ол қашықтық. 1 сағатта ол 85 км сағат жылдамдықпен жүре отырып 2 сағат жүрсе, көбейтеміз 2-ге. Демек, біз 480-нен азайтамыз 160, 170-ті. Тең болады екен 310. Сонда бізге S-тен 310 км. Яғни жүрілмеген әлі 310 км қалды деп есепті сұрақпен толықтырып, сол арқылы жауап беруімізге болады екен. Енді 5-ші есеп. Музейге математика күнделікті өмірде. Музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 5 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкадан қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жете ме дейді. Карточкада қалған ақшаны есептеуден алды біз. Балалар билет сатып алынған болса, жалпы билеттің құнын есептейге. Өйткені билеттің саны белгілі, және бағасы белгілі. Енді билеттің құнын тауып алайық. Билеттің құнын тауып алайық, бірақ қанша ақшасы қалған есептеу үшін біз банк картасында 50 мың теңгесі бар ма, соны біз жазамыз. Одан кейін есептейміз. 550 теңгеден 48 балалар билеті дейді. 48 билетті есептеуіміз керек. Қазір 550-ді 48-ге көбейтіндісін табайғы, яғни бізге билетке қанша жұмсалды. 8-ге 5 44 ойда 40-44. 4-ге 5 22 ойда 20-22.
0, 4, 6, 2. Так. Bir нөлді түсіреміз. Демек 26.400. Яғни 48 балалардың билетіне әрқайсына 550 теңгеден жұмсағанда жалпы билетке кететін ақша 26.400 екен. Енді 50.000-нан біз осы 26.400 азайтамыз. Сонда 23.600. 23.600 теңгелері не істеді? Билеттен артылып қалады екен. Өйткені банк картасында оларда 50.000 теңге барады. Билетке кеткен ақша, яғни билеттің құнын біз тауып алдық бағасы менен санын көбейту арқылы. Сөйтіп банк картасындағы 50.000-нан билетке кеткен ақшаны азайттық. Сонда 23.600 теңге. Енді бізге содан соң әр балаға 5 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды дейді. Әр балаға 5 теңгеден болса, біз қазір есептеп көрейік. Ақшамыз жете ма, жетпей ма, соны есептейтін боламыз. Және қанша жетпейтінін де есептеуге болады. Демек, әр балаға 5 теңгеден кәдесый дейді. 48 балалар бар ғой. Демек, біз несеміз 48-ді көбейтеміз 500-ге. 2 нөлін жазып алайық. 8-ге біз 44 ойда 20-24. 44 ойда 20-24, 2 нөлді. Демек, 24.000 теңге керек екен. 48 балаға 5 теңгеден кәдесый сатып алғылары келді. Ол үшін оларға 24.000 теңге. Кәдесыйлар сатып алуға жете ме дейді. Кәдесыйлар сатып алуға жетпейді. Ендеше біз анықтап көрейік кәдесый сатып алуға және қанша ақша керек екен. Ол үшін біз кәдесыйға кететін ақша 24.000. Ал балаларда қалған ақша 23.600. Демек, кәдесый сатып алуына неше теңге жетпейді екен? Тек қана 400 теңге ғана жетпейді екен. Яғни сұраққа сатып алуға жете ме дегенде, жоқ, жетпейді деп жауап беруге болады. Бірақ сыныпқа арғарап тапсырма беруімізге болады. Топтарға, қайсы топ бірінші табады, ақша жетеді ма, жетпейді ма, және кәдесыйларды сатып алу үшін оларға тағы да қанша теңге қажет болады деуімізге болады екен.